Армысыздар достар, сіздерді сағындырып көптен күткен Ауылбай жобасы. Ендеше тамашалаңыздар. Ал құрметті көрермендер, бүгін міне біз 2000-ға жуық халқы бар, оның ішінде 300-ге жуық жасы бар. Мемлекеттік туымыздың авторы Шәкен Ниязбеков сынды, социалистік еңбек ері Әзімбек Исмайылұлы сынды ұлы тұлғалар шыққан, және бүгінгі күнде спортшылармен, әлемге танымал спортшылармен Баяуыл, Жамбыл ауылдық округіндеміз. Құрметті достар, бүгін міне Қапал ауылының тұрғыны Шыныбаев Самғат бауырымызға арнайы келіп отырмыз. Жұмысымен танысуға 2,5% ауыл аманаты жобасы аясында несие алған болатын. Соның жұмысымен және де қалай алғандығымен танысатын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Жақсылық. Самғат мырза. Тук-тук. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар Самғат мырза? Жақсы, шүкір, аман-есен. Қош келдіңіздер, қош көрдік. Кіріңіздер. Ал жалпы біздің көрермендерімізге өзіңізді және де жұмысыңызды сол жайлы қысқаша таныстырып өтсеңіз. Бұл жүргізіп көрсетейік, танысайық. Есімім Шыныбаев Самғат, Қапал ауылында туылғам. 86-ны жылғымын. Осы ауылда өсіп жатырық, өніп жатырық. Құдай қаласа 2,5%-бен ауыл аманатымен алғанбыз, 7 миллиондай. Сонымен іс бастайық деп, оның алдында да кішкене өзіміз көріп, проверка жасап, тексеріп, басқа ескі станоктан алдық. Соны кішкене әйтеуір дамыту керек болды, үдету керек болды, кішкене үлкейту керек болып жатыр. Осы станоктың бәрі осы дамытамыз, дамытаматқан әйт. Сен сәлем құралдары бар әлі де жетіспеген. Жалпы көбінесе жеңілге қарай ұмтыламыз ғой. Кнопкамен болу керек. Баяғы заман жоқ қазір. Жаһандық дамыған заманда барлығын автоматта түрде жасалған дұрыс шығар. Араласып келеді міне. Осымен баратын бүңгірге түседі міне. Осыдан бүңгірге түсіп, осыдан арғай кірпіш шығарасың, өңдейсің, көтересің, өзі дірілдетеді. Өзі автомат түрде. Автоматты түрде кірпішті қалыпқа құйып дайын қылып шығарады ғой. Иә, дайын қылып шығарады. Одан кейін мынау ыдыстарға, қалыптарға тұрып арнайы кептіруге жіберіледі. Салмағы бар, одан кейін жаңа қалыңдығы бар. Мысалы, мына таза 3, биіктігі 21-20 таза. Ені ұзындығы 40. Таза сондай қалың не болса, ол клиенттер қашпайды. Сіздерге осы техникаңызбен күндігіне қанша кірпіш жасауға болады? Негізі күндігіне, если бұл миксермен азынан кешке дейін істеймін десең, 3,000-ға жеткізуге болады, күніне 3,000-ға. Өйткені бәрі дайын тұрса, кнопка ғой тек қана. Бәрі кнопка ғана. Басасын болды, өзі жүреді. Басасын болды, өзі қысады, өзі тірілдетеді. Тығыздап, өзі шығарады. Болды, тек қана сен аласында, бір тәшкімен аласында, түйресінде қоя саласың, болды. Басқа еш нәрсесі жоқ. Тек қана жетпейді, техникаға байланысты. Бәрі кнопка жетіп тұрса, ол 3,000-ға дейін, арғай 4,000-ға дейін істеуі мүмкін. Жалпы құрылыс бұл адамзаттың өмір бойы тоқтамайтын бір дүниелердің бірі деп айтсақ та болады. Тіршілігі, аха. Байқап отырмыз, кірпіштеріңіздің сапасы керемет сияқты. Ендеше Жамбыл ауданының тұрғындары Самғат бауырымызға көмегіміз болсын. Кірпіш осындай пескаблок кірпішін тапсырыс берем десеңіздер, хабарлассаңыздар болады. Міне сапасы жағынан өте керемет, салмағы да. Құрметті Самғат мырза, еңбек еткен мақсатқа жетер дейді. Ендеше жасап жатқан еңбегіңізге тек табыс тілейміз. Рахмет, амин. Осы бетіңізден қайтпаңыз. Жалпы алдағы өміріңізге сәттілік тілейміз. Бүгінгі бізге сұхбатымызға қатысқаныңызға, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет, сіздерге де рахмет.